bet-betiмен домалар, сәжде қылып Расулға мұсылманшылдық жолалар. Қай адам кірсе дініне, неше мың көп күніне, екі дүние қызығын, қаташы жоқ солалар. Сахаба деп атанып, пайғамбардан баталып, жолына түскен адамның басына дәулет оралар. Адасып жүрген адамдар неше мың жыл заман бар, осы екенін дін жолын анық оқып жобалар. 8 жұмақ сарайдың есіктері ашылып, 7 ұзақ жалыны нашарлайды басылып. İnşallah Allah Teala осы оқылған салауат шәрімізді, пайғамбарымызды еске алған осы құрметті сөздерімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рухына жетістіріп, Allah Teala дүниенің пәлесінен, ақыреттің азабынан аман етіп, елімізді аман, жерімізді тыныш етіп, құдіреті күшті Allah Teala осы қазаққа берген бақытты қиямет қайғы дейін жалғастыруға нәсіп ет. Ел басына, дін басына ұзын ғұмыр бер. Allah Teala мемлекетімізді аман қыл, елімізді, жерімізді тыныш қыл. Ақсақал аталарымызды, ақсамай апаларымызды аман ет. Артымыздан өсіп келе жатқан жеткіншек бауырларымызды, барлығымыздың ұрпақтарымызды Allah Teala осы құдіретімен қасиетті кәламулла Құранның құрметімен құрметтеп, олардың жүректеріне Құран нұрын, иман нұрын нұрландырып, қасиетті Құран кәрімді үйрену қызығын тыңдау әуесімізден оңтығын нәсіп ет. Я Раббым, Аллах амангелді бауырымыздың себептен осы жайттан ақтастырғанның құдіретімен айнында қабыл өз басында мақбул етіп, Allah Teala ömrünü uzak kılıp, тілі жаманы тілінен, көз жаманы көзінен аман етіп, дүниенің пәлесінен, ақыреттің ғазабынан сақтап, bu дүниеде дуа тілегі қабыл, o дүниеде Allah Teala өзінің нұрыңды көретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шапағатына жолатып, бақытты құлдар қатарынан жарылқай көріп, bu дүниеде береке бір ынтымақта, o дүниеде Фирдаус ғадын атты асыл жәннаттың ішінде бірге өмір сүріп көрші болуымызға нәсіп қыла көр. Рахматыңа сан жоқ, шек жоқ, шүкір Алла, рахматымен жарылқап, азап істерден аман ет. Ауырғандарымызға құдіретімен шифа, борыштарымызға қолайды жақындардан нәсіп бер. Биыл келе жатқан Алла Рамазан айының құрметімен құрметтеп, қасиетті қажылыққа баруымыз нәсіп етіп, Алла Тағала құдіретімен Ал-Харам мешітінде Кағбатуллаға барып, барлығымыз осында Алла Тағала бірге бас қосуымызға нәсіп ете көр. Рабби жағални мұқимас салат, юмин зуррияти Раббана ва тахаббал дуа, Раббана ғфирли ва ли валидайя ва ли al-mu'minina yawma yaqumul hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Ағайындар, баршамыз қазір тұрып салауат айтамыз. Аля расулина Мұхаммадин салауат дегенде бәріміз салауат айтамыз қазір. Аллахумма салли аля Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal Mursalin. As-salatu was-salamu alayka ya Khataman Nabiyyin. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. نشهدك أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Rabbim Allah, bugün günü okuğan salavat, aytkan dua dileklerimizni kabul et. Amin. Kıyamet günü Peygamberimiz
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini nasip et. Bi rahmetika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Bidat eken, anau eken, mınau eken de bilgen bауырларımız da var. Сондықтан бұл жетінан, бұл қасиетті Кабаны бірнеше рет зиярат қылып келген Амангелді бауырымыздан қажы сұрасаңыздар, қайсы бір қажыдан да сұрасаңыздар, Кабаны неше рет айналады десең, 7 рет деп айтады. Сафа мен Марва неше рет жүреді десең, 7 рет деп айтады. Міне қазақ осы 7 қасиетті санын осындай қылып алып қалды мінекей. 7 атамыз деп, 7 қасиетті сан деп иншалла. Сондықтан 7 қазына деген сияқты, ал енді ағайындар осы астан ауылды тиіп отырыңыздар. Қазір шамалы уақыттан кейін біздің үлкен мына қазіргі осы себепші болған жаңағы немізді тұсаукесерімізді бастаймыз, Құдай қаласа. Бір шамалы уақыттан кейін айтпай. Қонақжай халықпыз. Иншалла алдына барын салатын, уақытысында кеңестік дәуірінде апаларымыз дефицит дейтін уақыт болатын кезде сандыққа сақтап, қонаққа қойып еді барлығы. Сонда бізге ашып бір мәнпасиден, конфеттен, шоколадтан қатып қалған беріп қойса, соны көшеге шығып мәз болып қуанушы едік. Міне қазақ сөйтіп келе жатқан қазақпыз. Әлі күнге шейін кең болсаң, кем болмайсың деп өстіп дастархан жайып келген қазақпыз. Сондықтан құрметті ағайындар, қазір енді астан алып отырыңыздар. Ішімізге бірнеше өнер жұлдыздары келіп отыр. Қазір Құдайға мың тәуба, Аллаға шүкір болсын. Өнер жұлдыздарымызда қажылықты өтеп, Альхамдулилля, илахи әндерін шығарып, сондай бірнеше ән таспалардан бізге сыйлық жасап жатыр. Қазіргі біздің кезегіміз келіп тұрған ағайындар, бұл иншалла кітабымыздың тұсаукесері. Тұсаукесуге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Амангелді Еренғайып бауырымыздың әкесімен бірге ұжымдас болған, әкесімен бірге иншалла құрдастай болып өткен Оңғар Қажы Өмірбек ағамыз келіп отыр. Сол ағамызбен ортаға қасиетті Кабаның ішіне кіруге нәсіп болған сонау Амангелді Қажы Еренғайыптың доп теуіп, қой бағып өскен, мал бағып өскен ауылында сол жердің топырағын, иісін алып келген бізге Мираш Қажы ағамызды ортаға шақырып, мынау біздің қазіргі Амангелді Еренғайып бауырымыздың ислам әлеміндегі қасиетті орындар деген кітаптың тұсаукесерін кесуге шақырамыз. Ал келіңіздер ағалар ортаға. Оңғар Қажы Өмірбек, Мираш Қажы ағамыз, Амангелді Қажы ортаға келіңіздер. Let's go.
бастаған бұл қазақтың батырлары, әлхамдулилля. Одан кейін Оңғар қажы бастаған, қазақтың редакциясын алға тартқан Мираш қажы қасиетті мекенде қазақтың ішінен қажыларға кірдім деп, міне Құнанбай қажы бабамыздан кейінгі келіп отқан Амангелді қажы, Мираш қажылардың баршасына мен кітаптың тұсаукесерін иншалла рұқсат деп табыстаймын. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайда қайшымыз? Осындай керемет, қазір баршаларыңызға бір-біреуден Амангелді қажының өзінің ықыласымен ұсынылады. Бұл керемет кітап. Бисмилла. Ал бисмилла. Бисмилла. Тыңдалмаса сөз жетер дейді. Сөз кезегін ортамыздағы иншалла сонау қазақ мұсапырдың тілеуі қабыл дегенде енді сөз басын алыстан ат басын тіреп келген Мирашқа ағамыздан бастайық. Одан кейін Оңғар ағамыз, жақсылық ағаларымыз сіздерге Амангелдіге деген ықыласын, баршаңға әлеуметке деген ықыласын білдірсін. Аға кезек сіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қажылар. Біріншіден өздеріңіз сағынып келдік. Мына биыл 2014 бірінші көріп отырғанымша, былтырғы жылдар, оның алдыңғы жылдар өзі ай сайын келіп тұратын. Үйде мен жылға айтып жатыр, мен қартайып кеттім, әлде бұлар мені ұмытып кетіп Алматыға шақыруын қойып бара жатырдым. Осы мына кітаптың тұсаукесерінде Амангелді айтқан Құдайды күні сұрамай болдым. Жаңа аэропортқа ұшып келген бетіміз осы. Енді осы жерден қайтадан қайтамыз мінекей. Біріншіден мына Амангелді інімізге, бауырымызға Нұрғазақстан қажылар компаниясының президенті ғой, бізді қажылыққа бастап алып келгенімізді алып барып келгенімізге мұнда бір алғысымды айтқым келеді. Осындай бір жақсы бір күндерді, жақсы бір есте қалатын күндерді осында ұйымдастырамын деді. Басымызды қоса біледі. Мына енді ислам әлеміндегі қасиетті орындардың екінші шығу, бірінші шығу 2011 шықты ма? 2011 жылы шығарған міне. Анау енді екіде шығарған екен. Бұл енді ішінде де осы дүниедегі кітаптардың ішіндегі соның алғашқы құнды кітаптарына қатар жатады деп есептейді. Неге десеңіздер бұл ішіндегі өздеріңіз білесіздер, қажы болғасын білесіздер. Мынаның ішіндегі бар ислам әлемінде қасиетті орындардың тарихы бәрі жазылған ғой мінекей. Осыны оқымаса сол кішігір бір есепті бітіргендей болып шығамыз. Сондықтан бүгінгі осы қуанышты күндердің барлықтарыңызға құтты болсын. Әрқайсыңыздардың денсаулықтарыңыз құтты болсын. Жанұяларыңыз, отбасыларыңызда амандық болсын мінекей. Еға мәулі тәйтімізден бәрін сауапты айдасын. Алла тағала барлықтарыңыздың есмелеріңізді еселесін, ғұмыр жастарыңызды ұзартсын, абырой атақтарыңызды көтерсін, бала шағаларыңыз, бұқтақтарыңыз аман болсын. Әр уақытта осындай қуанышты күндерді Алла тағала сіздермен біздердің басымызды қосып, жүздесуді нәсіп етсін. Қуанышқа ештеңе жетпейді, бір күнгі қуанышқа ештеңе жетпейді. Бірін-бірімізбен осы қуанышып,
сағынып көрсетуді Алла Тағала біздерге жиі нәсіп етсін. Мына енді Қазақстан компаниясының президенті Амангелді Еренғайыпқа мыңда бір рахмет. Шынында да Алла осының бәрін сауапты айдасын, айналайсаға мінекей. Жаңа осы корпустың басында, мәжілістің басында Батырбек бауырымыз осы Амангелді туралы бәрін айтып жатыр ғой. Жақсы сөзді естіген қандай жақсы. Жақсы десең жаны семіреді дейді қазақ. Бірақ соның бәрін осы Амангелді мен әлі аз көріп жатыр. Амангелдінің абырой атағы одан да жоғарылай берсе екен, одан да өсе берсе екен деп. Алла Тағала бұның өзінің басында, өзінің жанұясында ендісіне жасағанына бұның да несібесін еселеп, ғұмыр жасын ұзартып, атақ даңқын, абыройын көтере берсін мінекей. Айналайын Амангелді, Амангелді, Алла Тағала өмірдің ең бір жақсыдан жақсылық саған нәсіп етсін. Барлық мақтауларымыз бен сансыз шүкірліктеріміз Алла Тағалаға болсын. Сансыз салауаттарымыз сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Анау бүгін өте бір жақсы есте қалатын көңілдерге толықтатын өте бір жақсы бір кездесу болып отыр, кеш болып отыр, кездесу болып отыр. Мынау әрине біз барлық мақтауды тек жанында Алла Тағалаға лайық дейміз. Ал енді мынау Амангелді бауырымыз мына жерде мына бүгінгі осы мына кештің осынау кездесудің жанында барлығына үткі болып отырған Амангелді бауырымыз. Бір Алла Тағаламен осы Амангелдімен тағдырына, адамдар әркімнің өзінің тағдырына, Алла берген тағдырға сену керек, оған жаңағы қанағат ету керек, шүкірлік ету керек қой. Мен Амангелдінің тағдырына мен өте сүйсінемін, қызығамын. Сол Амангелдің жасында болса, неге болмады екен, осындай нәрсені Алла осындай бізге де нәсіп етсе деп мен іште жатып қызығамын. Мен Амангелдің әкесіменен Казгүде екеуміз бірге оқып, бірге жатақханада жатып едік. Ол кезде ол бойдақ тұғын Еренғайып. Мен де бойдақпын. Ол жаңадан ғана екеумізді ауылдан келген, ауылдың қарады доңылақ балаларымыз. Мінекей сонда ол Амангелдің әкесі маған бір дінге байланысты бір әңгімелер айтатын. Ол мен жанымды тыңдайында, ол маған бір қиял ғажайып сияқты көрінетін. Сол Амангелдінің мінекей енді біз сөйтіп ол кейіннен жаңды ол кісі енді барлығымыз оқудан кейін жақ кеттік. Мен басқа Шардара жаққа кеттім. Ол Торғайға Амангелді жаққа кетті. Мінекей сол мінекей кейін қаншама жылдан кейін осы мен діни басқармаға келдім. Сөйтіп жүрсем бір жағында бір домаланған осы Амангелдіні көріп қалдым. Жаңағыдай сауат курсында ұстаздық етіп жүр. Қасында бақытқа жүр. Соны кейін сұрадым, айна кім атың жөнім. Сөйтсем Амангелді, әкең атың Еренғайып бол. Еренғайып деген өте бір сирек ат береді. Сен Торғайдан емессің ба дедім. Сөйтсем сол Торғайдан соны Еренғайыптың баласысың ба дедім. Сөйтсем сол Еренғайыптың баласы мен досымның баласы бірге оқып шыққам. Содан бері бұл енді марқұм ол жаңды бұл дүниеден өтті. Енді ол мен жаңды ол кісінің жаңғы рухы шырат болады деп ойлаймын. Бұл үнемі жоқ Құран бағыштап жатыр. Енді бұл кезі келген жаңағыдай адамға осы Амангелді дейді баласы бар әкенің ол маңдайының жаңағыдай бағы енді бөлшөзді деп айтамын. Мұндай тағдырды мен жаңа айттым ғой, тағдырына мен қызығамын, Амангелдің тағдырына. Бұл үнемі жылына тек қана біз жаңағыдай адамдар өмір бойында бір рет мүмкіндігі бар адам мұсылман қажылыққа бір рет барып парыз болса, Амангелді ол жылына әлденеше рет сол біз жаңағыдай аңсайтын жаңағы Кағбаны әлденеше рет тәуіп етеді. Пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқиды, Әл-Харамда намаз оқиды. Оның кейін жуырда ғана Амангелдімен бірге болдым, Әл-Ақсада. Біздің қасиетті мұсылман дініндегі ең қасиетті үш орынның үшеуінде де намаз оқып, үнемі болып оның іс-сапары, жұмысы тікелей. Мінекей осындай тағдырды бұл Амангелдіге берген тағдырға Аллаға сансыз шүкірліктеріміз болсын. Мұндай тағдыр
Алла біздің жанында кез келген мұндай сирек адамдарға ғана нәсіп болатын тағдыр. Оны Кағбаның ішіне кіріп, оның ішінде 2 сағаттап, соның ішінде отырып, дұға етіп, намаз оқу деген ол енді өте сирек. Мына біздегі жанында санаулы ғана жанында адам осы уақытқа дейін Кағбаға кірген болса, соның бірі, соның жанында бірегейі, әлденеше азаматтарымыздың қасында тұр мәкендердің бірнеше азаматтардың суреттерде тұрған. Солардың Кағбаға кіруіне көбіне Амангелді себепші болды. Алла бұл болса азаматымызды соған себеп береді. Бұның енді алып атқан сауабы шексіз. Деген жыл сайын осындай жиындарында өзінің рухани институтының жанындағы осындай кештерінде, осындай диплом тапсыру кештерінде оқуына мәуліттеріне үнемі шақырады да, мен оған үнемі қуана келемін. Бұл айналайын Амангелді, сен енді өніп өсіп отырсың. Сенің тұла бойың енді қазақ айтады ғой, дуалы ауызға, сен қазір дуалы ауызға айналдың. Қазақтың үлкен бір дуалы ауызға, болды жасы үлкен, жасы кіші емес. Сенің бүкіл тағдырыңның өзі қазіргі беріп отқан тек қана киелі орындарда жүрсің. Сол жерде намазыңды оқып жүрсің. Қаншама адамдарды сол қаржылық апарып жүрсің. Қаншама адамның діни сауатын көзін ашып жатсың. Бұның енді мен сауабын енді оқып таулары бірінен кейін бір жатқан шығар қатпарланып, солар көбейе берсін. Алла саған осындай тағдыр берген, осындай тағдырды біздің кез келген жаңағы қара көзіміздің бауырларымызға Алла нәсіп етсін. Бұл дініміздің мынау жаңағы дініміздің мынау ең қасиетті орындары жөнінде өзі көрген, сезінген, соның ортасын бүкіл тарихын тексеріп, барлығын зерттеген осында кітап соның жемісі. Бізге дейін мұны қазақ тілінде мұндай кітап шыққан емес. Бұл енді қаншама адамдарымызды көзін ашады. Осы арқылы сол қасиетті орындарға әрқайсының барғысы келетіні сөзсіз. Енді соларға жол ашады. Олардың көзін ашады, ойына ой қозғайды. Осы ішінде бұл жаңа еңбек шексіз, бағасы зор деп білеміз. Енді осындай еңбек бұл алғашқы әлі өзің жассың, әлі мұндай еңбектің талайын әлі оқырмандарға, өзінің оқырмандарына ұсына бер. Айналайын Амангелді, сенің қаламың талмасын, жүрдек болсын, ойың да шүкір болсын. Сенің тұла ойың бар, тұнған енді қазіргі айтуға әулиеге тән қасиеттің барлығы сенде бар. Амин. Ал енді ағайындар, жақсылық Үшкемпіров ағамыз сөйлердің алдында ортаға төрдегі Ермахан қажы, Ақжол қажы, Фатима қажы апамызды, Сәбетбек ағамызды, Еркін ағаларымызды ортаға шақырамыз. Ортаға келіңіздер. Баршаларыңыз иншалла осы жерде тілекке тілек қосымша болып иншалла. Ермахан Ибраим, жақсылық Үшкемпіров ағаларымыз, бұлар Қазақстан батырлары, Олимпиада чемпиондары. Иншалла сол кісілердің де, сосын ағайындар, тыңдалмаса сөз жетім деген апалар, бәріміз қажымыз, бәріміз рухани университетін оқып жатсыздар. Тыңдаңыздар сабыр қылып. Тыңдаған абзал болады, тыңдалмаса сөз жетім дейді. Құрметті ағайындар, мен сіздің орталарыңызда бір жеп тұрмын. Әрине мен өте қуаныштымын. Амангелді балаларыңыз сондай жақсы ырым жасап, мына кітапты жазып, бұның барлығы кім үшін? Бұның барлығы келесі ұрпақ үшін жазып отыр. Біз Ермахан екеуміз біздің осындай әлемнің олимпиада чемпионы болуымыз, оның барлығы біздің бабаларымыз осыншама жерді білектің күшімен, найзаның ұшымен алып қалған. Осыншама жерді ұрпақтарын тастап кеткен. Сондықтан да біз қазіргі бейбітшілік заманда егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болғанымыздың арқасында елбасымен халықтың бірлігінің арқасында осындай жақсы өмірде сүріп жатқанымыздың арқасында біз не істеуіміз керек? Біз енді жастарымыз тәрбиелеп,
спорттың, өнердің майталманы болуымыз керек. Халқымызды тәрбиелеуіміз керек. Жастарымызға үлгі болуымыз керек. Ертең олар да біз сияқты олимпиаданың әлемнің чемпионы болу керек. Бүкіл дүние жүзінде біздің халқымыз басқа халықтың алдында болу керек. Міне мен сөйтіп ойлаймын, осында отырған бүкіл барша жұрт тек қана сіздермен мен өте кездескеніме қуаныштымын. Сіздер де азаматтар, сіздер де апалар, сіздер де әжелер, сіздердің әрбір сөздеріңіз бізге үлгі, ал біз жастарға үлгі боламыз. Сондықтан да біздің халқымыз басқа халықтың алдында болсын деп тілейміз. Тек қана бейбітшілік болсын дейміз. Осындай жиын той көп болсын дейміз. Осындай біріміздің айтатын әңгіме сөзіміздің барлығы мына ұрпақтарға үлгі болсын деп тілейміз. Міне бұның мәнісі де, мәні де сол. Сондықтан да басымыз тек қана жақсылықта басып қосылып, тек қана үлкен тойларда басымыз қосылып, тек қана осындай жақсылықта бір-бірімізге өсиет айтып жүретін болайық. Рахмет сіздерге. Аумин. Құрметті туысқандар, құрметті ағайындар, құрметті қажылар, құрметті шәкірттер. Жақсылық Үшкемпіров ағамыз енді бұл Қазақстанды танымайтын адам жоқ. Бәріміз білеміз. Бұл кісі енді бірінші рет біздің ортамызға келіп отыр. Ермахан қажы ағамыз арнайы бұл кісіні алдын ала шақыртқанбыз. Сонда Жақсылық аға мына біздің қажыларымызға, біздің компанияның атынан беретін өздеріңіз білесіздер, құрметті қажылар. Құрметті қажы деген алтын медаліміз бар. Сол алтын медальді сіздер рұқсат етсеңіздер осы Жақсылық ағамыздың кеудесіне тапсақ, өйткені бұл кісі, бұл ағамызда қасиетті Меккеге барып, умра қажылығын орындап келді. Құдай қаласа енді үлкен қажылыққа барады. Сол үшін сіздер куә болыңыздар, осы ағамызды құрметті қажы алтын медальмен марапаттайық. Аллаху акбар. Ағамыз биыл иншалла Акбар қажылығына барады, Құдай қаласа. Иншалла биыл Акбар қажылықтан қалмай үлкен қажылыққа барыңыз аға. Алла тағала құрметті қажы деп ескеріп атқасын иншалла. Енді Арафатта да үлкен қажы боласың. Куәлік номер 163, Үшкемпіров Жақсылық, құрметті қажы алтын медаль иегері. Аллаху акбар. Maşallah, Allahu Akbar. Осындағы келесі сөз кезегін Сәбетбек ағамызға береміз иншалла. Сәбетбек аға. Құрметті мұсылман қауым, мына Маусымның айында бас қосып үлкен бір мереке қуанышқа бөленіп жатырмыз. Осы қуанышымыз құтты болсын. Ал енді осы біздің мұсылмандығымыздың алға басып, өзіндік беделін іс жүзіне асыруына мынау дін жоқ деген теріс пікірдің апиымның ортасында неше жыл, 300 жылдың ар жақ бер жағында жүргенде осыны ұмыттырмай, еліміздің мұсылман екенін, халқымыздың ауызбіршілігінің, ынтымақ бірлігінің ұйытқысы болып келе жатқанына мына Амангелді ініміз егемендік алғалы бері өзіндік үлесін қосып келе жатыр. Одан бұрын да Амангелдінің бойында осы бір имандылық қасиеті кеткен емес. Жай ғана өзі Меккеге барып, құлшылық жасап, өзінің дін жөніндегі өрісін келіп қана қоймай, бүткіл қазақтың
мұсылмандарының осы қажылыққа барсам-ау деген аңсаған арманын іс жүзіне асырып, өзіндік көмегін көрсетіп келе жатқан ініміз. Сондықтан осы Амангелді інім әлде де болса біздің дініміз өз деңгейіне жетіле қойған жоқ. Орыстың құрсауынан жаңа сілкініп шығып келе жатырмыз. Осы бағыттағы өзіңнің алға қойған мақсатыңды іс жүзіне асыру үшін Алла Тағала саған денсаулық берсін, парасаттық берсін, өмір берсін, отбасыңа, бала шағаңа үлкен қуаныш, бақыт, дәулет берсін. Сенің осы жүрісің еліңе, жұртыңа, қазағыңа деген ықыласың, мұсылмандығын арттырып, таза жүріп таза тұр, өтірік айтпа, біреудің ала жібін аттама, орыстың ана бір уынан аулақ жүр деп, мұсылмандық қасиетін, Құранда жазылған хадистерді іс жүзіне асырып келе жатқаныңа, мына жалғыз мен емес, осы елдің бәрі де риза ғой деп ойлаймын. Мен ойлаймын, осы отырған азаматтың барлығына да сенің өзіндік үлесің тиді. Қажылыққа баруға, мұсылмандық парызын атап өтуіне, ақтап өтуіне, сол парыздан аман есен іс жүзінде бір ләззат алуына сенің үлесің көбіне көрініп, елдің жұртының беделіне, қуанышына бөленіп жатсың шығар. Сондықтан мен саған үлкен абырой тілеймін. Ал енді мына бүгін кітап шығарыпсың. Бұның өзі де